Ассалаумағалейкум достар, сіздермен болған Аян KZ арнасына қош келдіңіздер. Біз бүгінгі видеода Майнкрафттан видео ауылда өмірді жалғастыратын боламыз. Арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз видеомызды бастайық. Достар, мен ауылдағы өмірді қайтадан бастау керек деп шештім. Өйткені ол осындай видео түсіргенде актив мощный болдым барынша. Енді солай айтпақшы, мен достар жаңадан ауылға көшіп келдім. Дәл сондай ауыл, сол сияқты кузница бар осындай. Міне мынау мердің үйі. Енді бүгін біз ауылымды таныстыратын боламын. Міне менің кузницам. Осындай кухня, кішігірім. Яқта қол жуатын, ыдыс жуатын, посуда жуатын. Ал мынау бізде свет, ал мынау бізде ноутбук. Түсінікті. Ал міне бұл жерде біздің керек дүниелеріміз. Мынау тапанша, пистолет деуге де болады. Сапасы өте жақсы. Енді алдағы уақыттарда керек болады ол әрине. Енді кузница менің осындай кішігірім кузница. Ойбай. Осындай кішігірім кузница. Айтпақшы, менде скин алысты көргендеріңіздей. Қастарды көрсете кетейін сіздерге. Айтпақшы, менде осындай камера алған болатын. Бұл жақсы сапада түсіреді. Міне менің скинім, өздеріңіз көріп тұрғандай. Осындай скин керемет болады. Міне көріп тұрсыздар ма? Өте ыңғайлы, өте керемет. Осындай камера, бұл өте жақсы камералардың бірі. Үйті бұл 50 мың теңге. Мына жерде 64 мың, 128 мың, яғни 192 мың теңге бар екен өзімде қазіргі таңда. Мынау бізде, білмеймін, мен әлі ауылға танысқан жоқпын. Бұл жер короче больница сияқты. Алдағы уақыттарда адамдар көшіп келеді. Бұл жерде тек мен өзім жалғызбын. Мына жерде осындай заттар. Мына кімнің ақшасы? Апайғы мерді қойдым, мерді келеді жақын арада. Теспей қояқ. Айтпақшы, мер дегендей, мерге сайлау болып жатыр. Сайлаудың ішінде мен де үміткермін. Мен де мер болып қалуы мүмкін, достар. Міне біздің ауыл осындай. Мына градка бар. Айтпақшы, достар, мен 1.21 версиясы ойнап жатырмын. Және осы жерде осындай керемет модтар бар. Осы модтар арқылы осы ауылды дамытатын боламыз. Мына жақта нелер, тапаншалар, оружие, мылтық, не дейміз. Біразы бар, керек заттардың бәрі бар. АВМ бар. Міне АВМ. Мынау АК-47. Атпай қойма, граната алысқа барып атып көрейін сіздерге. Көрсетейін. Бұл қаршы жарып тастайды осындай жерді. Осындай керемет. Енді бүгінгі видеода ауылымызды таныстырамын. Өте керемет, және де өте күшті десем де болады. Жақын арада мер болатын болсам, бірінші мен жолды жөндедім. Өйткені мына жол наурызда балшық болатын болса, бұл былжырап кетеді да, балшық емес. Бұл просто бет ұстап тұруға асты балшық мылжырап тұр да. Ена жерде лава болған. Лаваны алыстым, себебі қазір күн жылынып қалды деген сияқты. Өте керемет. Біздің мод және де ауылымыз өзіме қатты ұнайды. Алдағы уақыттарда YouTube қауыз тағы да басқаларына салатын боламын. Енді видео қысқа болып қалса
ренжімеңіздер. Енді достар, мына қалай қылып ой, енді видео қысқа болып қалса ренжімеңіздер достар. Енді арнаға тіркеліп лайк басып қолдауларыңызды сұраймын. Алдағы уақыттарда қызық видеолар шығады деген үміттемін. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар.